Пандемия салдарынан әлем экономикасы тұралап тұр. Шығынға белшесінен батқан салалардың бірі туризм. Елімізде осы бағытта жұмыс істейтін 80 мыңнан астам адам тығырыққа тірелді. Ал жаз бастала салысымен шетел асатындар енді Қазақстанда демалмақ. Бұл өз кезегінде ішкі саяхаттың дамуына үлкен мүмкіндік береді. Толығырақ тақырыпты тілшіміз Зейін Ерғали тарқатсын. Әдетте саяхатшыларға толы болатын Нұралхан Бейсеновтың туристік агенттігі 3 ай бойы жұмыссыз қаңырап тұр. Штаттағы 4 қызметкері де жалақысыз үйде. Осы уақытқа дейін мекеме 10 бағытта тұтынушыларын тасымалдапты. Қызметіне шамамен 3000 адам жүгінген. Алайда пандемия салдарынан мекеме қазір 2 миллионға жуық шығынға батқан. Мы ожидаем возобновления международных рейсов. Біз туристерімізді шетелге жіберу үшін халықаралық әуе рейстерінің ашылғанын күтіп отырмыз. Атыраулық саяхатшылардың жартысы осы жылы демалғысы келеді. Тек Қазақстаннан ұшуды рұқсат етсе, тасымалдауды бастаймыз. Ал бізден жолдама алып төтенше жағдай кезінде бара алмай қалған туристердің ақшасы қайтарылады. Бірақ бірден емес. Осыған түсіністікпен қарауларыңызды сұраймыз. Тығырықтан шығудың жолын іздеген кәсіпкер енді бизнестің жаңа жоспарын құруда. Яғни тұтынушыларына шілде айының 13-нен Түркия еліне саяхатқа баруға жағдай жасауда. Жалпы шаһарда 21 туристік агенттік бар. Оның қазір 6-ы жұмыс істеуде. Алайда мамандар коронавирус жұқтыру қаупі сейілмей, шетелге шықпауға кеңес береді. Осы ретте ішкі туризмге қызығушылық артпақ дейді олар. Атырауда бұл саладан ада емес. Оған дәлел Қазақстанның киелі жерлер тізіміне енген өңірдегі 7 тарихи ескерткіш. Қазір уақытта енді сауықтыру туризміне келетін болсақ, бұл қазір бір үлкен жоба іске асайын деп жатыр. Біздің енді Индер ауданында өзімізге белгілі тұзды көліміз бар. Бұл енді алдын ала ғылыми зерттеу жүргізілді Досмұхамбет университетінің ғалымдары арқылы, және бұл жерде адамдарды емдеуге, яғни сауықтыру кешенін орналастыруға болатын жөнінде анықталды. Енді қазір бізге инвестор табылып, сол кезең-кезеңмен бұл жұмыстар іске асырылайын деп жатыр. Сондай-ақ Ақжайық мемлекеттік табиғи резерваты да нағыз туристік мекен. Қызыл кітаптағы құстардың бірегей 36 түрі кездеседі. Бұдан бөлек мұнда әуесқойлардың спорттық балық аулауына рұқсат етілген. Бұл саяхатшылар үшін қызығушылық тудыруда. Ал карантин талабынан енді шығып күйбең тіршілікке араласқан атыраулықтар мына жағдайда шетелге баруға жүрексінеді ме? Түсірілім тобымен біліп қайттық. Осы жазғы демалыста мен Ақтау қаласына қыдырып барамыз. Карантинге байланысты шетелге шығу жоспарда жоқ. Я здесь, в Атырау. Если дороги откроют, поеду в Крым. Работать. Или планируете где-нибудь? Нет, нигде. Работаем. Карантин 2 месяца отдыхали, хватит. Этим летом я не буду нигде отдыхать, так как в связи с карантином мы не можем выезжать никуда. Я буду здесь, вот в Атырау. Атырауской области у нас есть соленое озеро в Индерском районе. В принципе, вот так вот. Байқағанымыздай, атыраулықтар алыс сапар шегуге асық емес. Айта кетейік, туризм және саяхаттау жөніндегі дүниежүзілік кеңестің мәліметінше, әлем бойынша індет салдарынан бұл сала 22 миллиард доллар жоғалтқан. Сарапшылар болса, шығын бұдан 4 есе көп, яғни 80 миллиард доллар деп бағалауда. Зейін Ерғали, Тілекқабыл Ғұмаров, Атырау телеарнасы.